тиктокта аты белгілі салтанат блогер, өздеріңіз көріп тұрсыздар, ақтаулық блогер ана тағана тойы болып, бір ай, 2 айдың ішінде ажырасып, қайтадан жаңа өмір бастап кетіпті. Барлығыңыз көріп тұрғандарыңыздай керемет жұп шыға ма деп ойлайсыздар. Осындай өздерінің әдемі пижамаларымен, яғни екі ғашық деген секілді. Бірақ стористеріне досым деп қып-қызыл жүректі салып қойыпты. Бұндай видеолар неге сала береді екен деймін. Жай ғана өзінің өмірін сүріп сала берсеңші. Әр еркекпен болғанын ба, или үйленгенін сала ма, кейде осы блогерлерді түсінбеймін. Түріне қарасаң әп-әдемі, бірақ киімді қалай ауыстырса, қасындағы жұптарына солай ауыстырып жүрген Инстаграм арқылы, тикток арқылы бақылап жүреміз. Барлығы осы салтанатты, ой, рахмет, сен күштісің, керемет жансың дейді. Осы үлгі алатындай қылық жасамайды. Бірақ жастардың барлығы күшті, керемет жансың дегеннен кейін үлгі алады екен деп ойлап, дәл барлығы салтанат сияқты болғысы келеді. Әсіресе жас қыздар. Бұлай боруйдың өміріне қызығудың қажеті жоқ, қыздар.